Барлықтарыңызға сәлем. Біздің бүгінгі тақырып Python бағдарлама тіліндегі сөздіктер. Сөздіктер бұл кілт арқылы қол жеткізетін еркін нысандардың ретсіз жинақтары. Оларды кейде ассоциативті массивтер немесе хэш кестелер деп атайды. Енді сөздіктерді қалай жасаймыз? Біріншіден сөздік атауын көрсетуіміз керек. Әрі қарай меншіктеу белгісі, әрі қарай жүйелі жақша. Осы жүйелі жақшаның ішінде сөздікке тиісті кілттер мен мәндер көрсетіледі. Тізімдер мен картеждерде сіздер элементті қосқан кезде әр элементке сәйкесінше өсу ретімен индекстер қойылатын. Сол индекстерді осы тізім сөздіктердің ішінде кілттер деп атайды. Олар белгілі бір ретпен орналасуы міндетті емес, және ол цифр болуы да міндетті емес. Мысал ретінде қарапайым сөздік құрастырып көрейік. Осы қарапайым мысал арқылы сөздікті талдап көрейік. Біріншіден смартфон деген бұл сөздіктің атауы, кейін меншіктеу белгісі, жүйелі жақшаның ішінде элементтер мен кілттер көрсетілген. Бұл жерде 1, 2, 3 дегеніміз кілттер, олар сандардан және реттелген болуы міндетті емес. Әрі қарай мәндер, мысал ретінде осы сандардың орнына біз сөздерді қолдануға болады. Енді осы сөздіктің ішіндегі элементтерді қалай алуға және оны өзгертуге болатынына тоқтайық. Біріншіден сіздер тізім және картеж тақырыбына білесіздер. Тізімдегі бір элементке қол жеткізу үшін оның тізім атауынан кейін тік жақшаның ішінде индексін көрсетеді. Сөздіктерде де дәл солай жұмыс істейді, яғни сіз тік жақшаның ішіне кілтін көрсетесіз. Мысалы, экранға Samsung сөзін шығару үшін, Samsung мәнін шығару үшін принттен кейін сөздік атауы тік жақшаның ішінде, соған сәйкес кілт. Біздің жағдайда ол to. Программаны орындаймыз. Samsung. Енді осы кілтке сәйкес тізімдегі элементті ауыстыру үшін сөздік атауынан кейін кілтті көрсетеміз. Жаңа мән меншіктеу белгісінен кейін жаңа мәнін жазамыз. Енді осы сөздіктің құрамындағы барлық элементтерді көру үшін біз алдындағы циклды қолданып көрейік. Бұл кезде қазір ай уақытша айнымалысының ішінде смартфон сөздігінің ішіндегі тек қана кілттер ғана сақталады. Орындап көрейік. Егер циклды қолдану барысында сізге кілтпен бірге мәнде керек болған жағдайда, онда for кілттік сөзінен кейін кілтке бір бөлек айнымалы, мәніне бір бөлек айнымалымыз керек. Мысалы, case және values. Яғни in операторынан кейін біз сөздікті көрсетеміз. Сөздіктің ішіндегі items әдісін қолданамыз және экранға шығарамыз. Бізде бірінші кілті келеді, кілттен кейін қос нүктеден кейін оның мәні көрсетеді. Орындап көреміз. Жобаны сақтаймыз, орындаймыз. 1 iPhone, 2 Samsung, 3 Nokia. Егер біз сөздіктің ішіне бір элементті өшіреміз келсе, алдыңғы картежер мен тізімдердегідей del кілттік сөзін қолдануға, del, одан кейін сөздік атауы тік жақшаның ішінде қай элементті өшіретінімізді көрсетуіміз керек. Мысалы, екінші элемент Samsung. Алғашқы және соңғы элемент қалды. Егер del кілттік сөзін қолданып элементті өшіретін болсаңыз, онда сол элементтің сөздіктің ішінде бар екенін тексеруіміз керек. Егер жоқ мәнді өшіретін болса, ол қатеге алып келеді. Мысалы, жоқ мәнді көрейік. KR. Сөздіктердегі элементтерді жоюдың тағы бір жолы pop функциясын әдісін қолдануға болады.
яғни сөздік атауынан кейін pop әдісін шақырамыз. Осы әдістің ішіне ключ көрсетеміз. Мысалы one. Сақтаймыз, орындап көреміз. Алғашқы элемент жоғалып кетті, one. Кілтіне сәйкес элемент жоғалып, қалған элементтер өз орнында қалды. Келесі сабақ жиындар.